Дәл осы печенье менің кішкентай кезімді қатты есіме түсірді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, достар, сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Печенье аузыңызға салсаңыз ериді. Бізге керегі 200 грамм май, видон температурасындағы, және 200 грамм қант. Жақсылап араластырып алған соң бір жұмыртқамызды қосамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, әр кезде жаңа видео шыққан кезде көріп отырасыздар. Кішкентай қасықта сәл ғана жарты қасық тұз саламыз, бір қасық разрыхитель және ванилин салып тағы араластырып аламыз. Осы массаға 350 грамм ұн кетеді, бірақ сонда да ұнның барлығын бірден салып тастамай, аз-аздан салып, басында қасықпен араластырып отырыңыздар. Қамыр өте жұмсақ, нежный болып шығу керек. Қолыңызға ұстаған кезде жабыспайтындай, бірақ жұмсақ масса болып шығу керек. Қалғанын осылай қамыр етіп илеп аламыз. Міне достар, осындай қамыр шығу керек. Енді осы қамырдан әртүрлі формаларға салып, печенье жасасаңыздар болады, немесе мен сияқты домалақ етіп жасауға да болады. Домалатып, екі бетін қантқа осылай жағып аламыз. 180 градуста 30 минутта піседі. Ал достар, ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.